Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог, диагноз дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең маңызды, біздің ағзамызға керекті ең маңызды макроэлемент жайында, магний макроэлементі жайында айтатын боламын. Бұл видеодан осы магний минералының ағзаға, әсіресе қан тамырлар жүйесі, жүрекке қалай әсер ететіні туралы, бұлшық етке қалай әсер ететіні туралы, стресстік жағдайлардан қалай магний арқылы шығуға болатыны туралы толық ақпарат ала аласыздар. Сонымен қатар магний жетіспеушілік кезінде болатын белгілер туралы міндетті түрде айтамын. Ал видеоның соңына қарай магнийдің қандай тағамдарда көп кездесетіні туралы толық ақпарат беремін. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарияға туындаған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал біз бастаймыз. Магнийдің негізгі қызметтерінің бірі ол бұлшық еттің босаңсуына қатысады. Аяқ қолдарының бұлшық еттерінің босаңсуымен қатар қан тамырлар жүйесінің бұлшық еті және жүректің бұлшық етіне босаңсуына үлкен үлесін қосады. Қан қысымының төмендеуі жүрек жұмысының жақсаруына көмектеседі. Қан қысымы жоғары гипертониктерде магний препаратын міндетті түрде қосамыз. Магний препараты бұл қан қысымының төмендеуіне, гипотензивті препараттар сияқты жоғары түсірмейді, 5 мм сынап бағанасы бойымен түсіруі мүмкін. Сондықтан гипотензивті препараттармен қатар магний препаратын да қосып ішкен дұрыс. Әсіресе енді басталып келе жатқан гипертониктерде, қан қысымы 140-150-ге дейін баратын гипертониктерде, ол кезде магний препараты жақсы әсер етіп, жүйке жүйесінің әсерінен болған қан қысымының жоғарылауында магний препараты өте жақсы әсер етеді, жақсы көмектеседі. Магнийдің тағы бір ерекше маңызды қызметі ол жүрек ырғағының дұрысталуына, жүрек ырғағының бұзылуын алдын алады. Яғни аритмиясы бар пациенттерде жақсы көмектеседі. Аритмиясы бар пациенттерге қосымша магний препаратын береміз. Одан бөлек тағамдар арқылы магний препараты күнделікті күнде түсіп отыру керек. Негізі магний макроэлементі бұл минералдар адам организмі синтездемейді. Сондықтан магнийді сыртқы ортадан ағзаға түсіп отыру керек. Ол тағам арқылы түсу керек. Болмаса биологиялық активті қоспа арқылы түсуге болады, немесе препараттар арқылы магнийді түсіріп отыруымыз керек ағзамызға. Сонда магнийдің әсерінің арқасында бізде жүректің жұмысының дұрысталуы, жүрек жұмысының бұзылуына ағзамыз қарсы тұра алады. Жүрек аритмияларында, оның ішінде фибрилляция предсердий, жүректің жыпылықтауы кезінде магнийдің тапшылығы болады. Сондықтан осындай аритмияларда қосымша магний препараттарын тағайындаймыз. Магний толық қанды түсіп отырса ағзаға, ондай диагнозы бар науқастарда фибрилляция предсердий, яғни жүректің жыпылықтауының ұстамалары аз болады. Қауіпті жағдайға дейін алып баруға магнийдің мүмкіндігі бар. Сонымен қатар экстрасистолия, яғни қарыншалық экстрасистолия, жүрекшелік экстрасистолия деген аритмияның түрлері бар. Бұл кездерде де магнийдің әсері, магнийдің көмегі орасан зор маңызды. Аритмияның ұстамалары кезінде магнийдің таблетка түрінде ішкен кезде ол ұстаманы түсірмейді. Жедел түрде ұстаманы басу үшін біз магнийдің вена ішілік тамшылатып саламыз. Әсіресе стационарларда вена ішіне тамшылатып магнезияны құяды. Сол кезде ұстаманың азаюына, ұстаманың басылуына
және қан қысымының төмендеуі арқасында ұстама басылып, науқастың жағдайы жақсарады. Бұл тек қана вена ішілік стационарда жасалынғандықтан, вена ішілік аритмияның ұстамасы кезінде ғана көмектеседі. Аритмияның ұстамасы кезінде таблетка ішіп, мен ұстаманы басамын деп әрекет жасаудың қажеті жоқ, өйткені ешқандай әсері болмайды, өйткені ол асқазанға түсіп, қорытылып, керекті жерге жетем дегенше магнийдің әсерін біз уақыт жоғалтып аламыз. Сондықтан вена ішіне енгізу арқылы тез әсер етіп, магнийдің арқасында жүректің аритмиясын азайтып көмектесуге болады. Қарыншалық экстрасистолияларда магнийдің ағзаға түскеннің арқасында экстрасистолияны санын азайтуға көмектеседі. Бізде холтер аппараты таққан кезде экстрасистолияның санын анықтауға болады. 24 сағаттың ішінде қаншалықты экстрасистолиялар көп болатынын. Сол арқылы біз білеміз, қанша экстрасистолия бар екенін. Магний препаратын қосымша ішіп жүрген науқастарда экстрасистолияның азайғанын байқаймыз және көмектесетінін практикада көріп жатырмыз. Сондықтан магний препараты бұл жағдайда да жақсы көмектеседі. Магнийдің тағы да бір маңызды қызметтерінің бірі ол стресстік жағдайға, күйзеліс жағдайында өте маңызды макроэлемент болып табылады. Өйткені стресстік жағдайларда ағзада көптеген құбылыстар болады. Гормондардың бұзылыстары, биохимиялық процестер, яғни биохимиялық үдерістердің әсерінен жүйке жүйесінің тозуы, жүйке жүйесінің қозғыштығының артуы болып жатқан кезде бізге магний минералы көмектеседі. Магний минералының осындай әсері ол биохимиялық процестерге қатысып, жүйке жүйесін тыныштандырып, яғни қозғыштықты азайтады. Қозғыштықты азайту арқылы стресстік жағдайлардан арылуға алып келеді. Стресстік жағдайлардан әрқашанда арылып жүретін болсаңыздар, ол әртүрлі аурулардың алдын алуға көмегін береді. Менің науқастарымда көбінде аурулардың белгілері осы үй жағдайында әртүрлі стресстік жағдайлардан кейін пайда болған аурулар болып табылады. Сондықтан осы стресске байланысты арнайы видео түсіремін. Егер менің каналыма тіркелмесеңіздер, алдағы уақытта стресске байланысты стресстің біздің ағзамызға, біздің жүрегімізге қалай әсер ететіні туралы видео түсіремін. Сондықтан тіркеліп бақылап жүріңіздер, мен сіздерге ол тақырыпты алдағы уақытта видео қылып салатын боламын. Тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, магнийдің тағы бір маңызды қызметі қандағы холестериннің деңгейін, жаман холестериндердің деңгейін азайтып, жақсы холестериндердің деңгейін көтеруге көмектеседі. Макроэлементтің қандағы мөлшері арқылы қаншалықты біз білеміз. Организмде тапшылық бар ма, жоқ па? Магний тапшылығын қандағы мөлшер арқылы білу мүмкін емес. Өйткені магний тапшылығы қанда қалыпты жағдай болып тұруы мүмкін. Жасуша аралық және тіндерде магний жетіспеушілігі пайда болуы мүмкін. Бұндай жағдайда тек қана симптомдар арқылы, яғни ауру белгілері арқылы ғана магний тапшылығын анықтай аламыз. Бұндай симптомдар тітіркендіргіштік, шаршағыштық, әлсіздік, ұйқының дұрыс болмауы, ұйқының бұзылуы, жүрек жиілігінің жиі соғуы, жүрек соғуының жиілеуі, бұлшық еттің тартылуы, кей кездерде қабақтың тартылуы, қабақтың тартылуы да осы магний жетіспеушіліктің белгісі болып табылады. Өздеріңізде осындай тапшылықтың біреуі немесе бірнешеуі болған жағдайда қосымша магний препаратын, магнийді пайдалану керек. Магнийдің ағзамызға түсіп отыратын тәуліктік мөлшері ер адамдарда, әйел адамдарда
әртүрлі болып келеді. Ер адамдарда 420 миллиграмм болса, ал әйел адамдарда 320 миллиграмм шамасында ағзаға күнде түсіп отыру керек. Сондықтан бұл магнийді арнайы препарат ретінде ғана ішіп қана қоймай, тағаммен де түсіріп отыруымыз керек. Негізі күнде дұрыс тамақтану арқылы магнийді организмге түсіріп отырсаңыздар болады. Магнийдің қандай тағамдарда болатынын айта кетемін. Киви, брокколи, авокадо, шикі сәбізде көбірек болады. Жасыл көк шөптерде, аскөктерде, жасыл бұршақтарда, селедка балықтарында, балықтардың лосось түрлерінде көбірек кездеседі. Сонымен қатар тауық етінде, үндік етінде, какаоның құрамында да біраз магний бар. Жаңғақтардың түрлері, кешью, миндал, жержаңғақ, фисташкалардың түрлері. Сонымен қатар әртүрлі дәндерде асқабақтың дәні, зығыр дәні, кунжут, мак, әртүрлі жармаларда, сұлы жармасы, жүгері жармасы, қарақұмық жармаларында магний мөлшерлі түрде кездеседі. Сондықтан тағамдарға, күнде ішіп жеп отырған тамақтарыңызға міндетті түрде осы жармаларды, жоғарыда атап айтып кеткен тағамдарды қосуды ұмытпаңыздар. Магний күнде түсіп отыруы керек біздің ағзамызға. Магний тапшылығының әсерінен болатын жоғарыда атап айтқан белгілердің жойылуына және сол белгілермен емдеуге көмектеседі. Магний макроэлементін тағаммен ағзаға түсіріп отыруды ұмытпаңыздар. Ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Сұрақтарыңыз пайда болса, комментарияға қойыңыздар. Осы видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.